Аузубиллахи бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақша, арабша Құран хатын оқу 6-шы пара. Ан-Ниса сүресі 148-ші аят. Қуылған шайтан кесірінен Аллаға сыйынамын. Аса қамқор ершемерін Аллахын таңбастаймын. Алла ашық айтылған, көңілге дақ түсіретін ауыр сөзді еш ұнатпайды. Тек жазықсыз жапа шеккен адамның ашынғаннан айтқан сөзінің жөні бөлек. Алла сәми, айтылған сөздің бәрін естуші, һәм алим, кімнің не айтып, не қойғанын, қандай ниетпен айтқанын жақсы білетін шексіз ілім иесі. Арабшасы: Аузубиллахи-минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Қандай да бір жақсылықты жария істесеңдер де, жасырын істесеңдер де, немесе өздеріңе істелген жамандықты есесін қайтаруға шамаларың жете тұра кешетін болсаңдар, біліп қойыңдар. Алла афу, құлдарының өзіне қатысты жасаған күнәларының көбін бірден кешетін өте кешірімді. Һәм қадир, жазаға лайық болған әрбір күнәһардың сазайын беруге құдіреті толық жететін өте құдіретті. Bismillahirrahmanirrahim. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Расында жазаға лайық болғандар Аллаға және пайғамбарларына күпірлік қылады. Аллаға сенеміз деп айтқанмен пайғамбарларының кейбірін мойындамай, Алла мен пайғамбарларын бір-бірінен бөліп жаруды көксейді, һәм пайғамбарлардың кейбіріне сенеміз, кейбірін мойындамаймыз деп иман мен күпірлік арасында бір жол ұстанғысы келеді. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Міне солар нағыз кәпірлер. Біз кәпірлер үшін оларды қор қылатын азап әзірледік. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Аллаға һәм пайғамбарларына иман келтіріп, оларды бір-бірінен бөліп жармай, бәріне бірде иман келтіргендердің тиісті сый-сияпатын алдағы уақытта Алланың өзі береді. Алла ғафур, өте кешірімді, рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, кітап иелері сенен мұғжиза ретінде өздеріне көктен бір кітап түсіруіңді сұрайды. Олардың мұндай орынсыз тілектеріне таңырқама. Өйткені олар кезінде Мұсадан одан да зорын сұрап, бізге Алланы ашық көрсет деген еді. Сонда осынау қиянаттары, күнәлары себепті тас төбелерінен жай түскен еді. Олар мұнымен қоймай өздеріне ақиқатты көрсететін айқын дәлелдер келгеніне һәм бірталай мұғжизалар көрсетілгеніне қарамастан әшекей бұйымдарының бұзаудың мүсінін жасап алып, соны тәңір тұтты. Алайда біз соған қарамастан тәубелерін қабыл етіп, олардың бұл қылықтарын да кештік. Сондай-ақ Мұсаға Тәуратты түсіріп, анық дәлел мен үстемдік нәсіп еттік. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرينا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Тәуратты мықтап ұстануға қатысты олардың берік уағда алу үшін Тур тауын түбімен қопарып алып төбелеріне төндірген едік. Шөл далада босып қаңғырып жүргендерінде тұрақ тебетін құтты мекенге бағыттап қаланың қақпасынан кіріңдер. Қаланың қақпасынан кіргенде сәждеге жығылған күйде Алладан кешірім тілеп кіріңдер деп бұйырған едік. Сондай-ақ оларға сенбі күніне қатысты илахи тыйымға немқұрайлы қарап шектен шықпаңдар дедік. Сөйтіп олардан осыған және басқа да маңызды мәселелерге қатысты жауапкершілігі тым ауыр берік уәде алдық. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Міне сондықтан бастарына не келсе де соған алдымен өздері кінәлі. Берген уәделерінде тұрмағандықтан, Алланың аяттарын жоққа шығарып күпірлік қылғандықтан, пайғамбарларды нақақтан-нақақ өлтіргендіктен және пайғамбарлардан біздің жүрегіміз қаптаулы, яғни иманға, ақиқатқа жабық деп айтқандықтан бәледен көз ашпауда. Шындығында күпірлікте қасарысқандықтан Алла олардың жүрегін мөрлеп тастаған. Сондықтан олардың бірен-сараны болмаса басым көпшілігі иман келтірмейді. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وقولهم قلوبنا غلف بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Сондай-ақ күпірлікте қасарысқандықтан және Мәриямға сұмдық жала жапқандықтан. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Һәм олардың Алланың елшісі Мәриям ұлы Иса Мәсих жайлы біз оны өлтірдік деп мақтанғандықтан, Алла оларға қаһарын төгіп жүректерін иман келтірмейтіндей етіп мөрлеп тастады. Алайда олар оны өлтіре де алмады, айқышқа керіп аса да алмады, бірақ олардың көзіне солай көрінді. Негізінен өлтірілген басқа біреу еді. Расында Иса жайлы таласып тартысқандардың да бұл мәселеде күмәндары жоқ емес. Олардың бұл мәселеде нақты білімі жоқ, тек ой жорамалға сүйенеді. Анығында олар оны өлтіре алмады. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Алайда Алла оны өз дәргейіне көтеріп әкетті. Шүбәсіз Алла азиз, бәрінен үстем һәм ұлы, хаким, әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
кітап иелерінің қайсы бірі болмасын өлместен бұрын оған тиісінше иман келтіреді. Алайда бұл иманның оларға пайдасы болмайды, өйткені Иса қиямет күні оларға қарсы куәлікке жүреді. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Яһудилердің істеген зұлымдықтары һәм ел-жұртты Алланың хақ жолынан қақпайлағандықтары себепті оларға бұрын адал болған бірқатар таза нығметтерді харам еттік. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Сондай-ақ өздеріне тыйым салынса да өсім алғандықтары және елдің мал пұлын арам жолмен жегендіктері үшін де оларға кейбір нығметтерді харам еттік, һәм олардың арасындағы кәпірлер үшін жан төзгісіз азап дайындап қойдық. وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Алайда олардың арасындағы ілімде тереңдегендер мен шынайы мүміндер саған түсірілген Құранға һәм өзіңнен бұрын түсірілген илахи кітаптарға иман келтіреді. Міне солар намазды кемеліне жеткізіп үзбей әрі уақытылы оқитындар, зекетті толық беретіндер, сондай-ақ Алла һәм ақырет күніне сенетіндер. Міне соларды жақында үлкен сый-сияпатқа бөлеміз. Алайда олардың арасында ілімде тереңдегендер мен шынайы мүміндер саған түсірілген Құранға һәм өзіңнен бұрын түсірілген илахи кітаптарға иман келтіреді. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Sadaqallahu azim. 168. ayetten sonra.